Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін салмалы құймақтар дайындаймыз. Бұл түске басар өте дәмді болып шығады. Менің видеомды достар соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің грамын мен описанияға жазып қоямын. Ең алдымен біз құймақтарды пісіріп аламыз. 2 жұмыртқа, менде майда жұмыртқа, тұз саламыз. 1 шай қасық қант саласыздар. Араластырып, 300 мл сүт құямыз. Жақсылап араластырып аламыз, және ұн. Екі ас қасық сұйық май құйып жіберіңіздер. Араластырып аламыз. Мінекей осындай сұйықтау масса шығады бізден. Енді құймақтарымызды пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізде 200 грамм шампиньон, 1 бас пияз және тауықтың төс еті. Мен пешке пісіріп алғанмын, және қуыру үшін сұйық май қажет. Бәрін турап аламыз. Сіздер майдалап турасаңыздар да болады. Турап, бірінші пиязды қуырып аламыз қызартып, кейін шампиньондарымызды қуырамыз. Тұз, бұрыш қосып, майдалап туралған жаңағы пеште піскен тауықтың төс етін салып, тағы да кішкене қуырып жібереміз. Міне салмамыз дайын болды. Енді буға кірісеміз. Құймағымызға саламыз. Әдемілеп осылай міне буып шығасыздар. Байлайтын кезде мен осындай көк пиязды қолдандым. Сіздер шпажка қолдансаңыздар болады, және чечил сырында қолдансаңыздар болады. Міне біздің салмалы құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді тіске басар, дастарханның сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Көріскенше достар.